Саламатсыз ба көрермен, көк шай ішкен дұрыс па? Бір оқырманым көк шай туралы айтсаңыз деп жазған екен. Бүгінгі видеом оқырманымның өтініші бойынша осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Көк шайдың пайдасы. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ас қорыту процесін ынталандырады. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс шегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Қатерлі ісік аурулармен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Жаралардың жазу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды сақтаңыз. Шай шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.